Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін керемет қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Осылай етімді алдын ала мұздатқыштан шығарып қойдым. Еріп қалыпты. Осылай жылқының жілігі және де қазы, қойдың құйрық майы қазанымызға салып етімізді асатын боламыз. Алдын ала мен кастрөлге ыстық су құйып қойдым. Сол ыстық судың үстіне осы еттерімізді салдық. Яғни жылдамырақ қайнау үшін осылай жасаймын мен. Енді қақпағын жауып етімізді асатын боламыз. Етіміз қайнап жатыр, мінекей. Осылай баяу отта қайнатамыз. Енді сорпамызға бір сәбіз картоп саламыз. Бір 20 минуттан кейін бетінен майын алып, тұздығын жасайтын боламыз. Яғни пиязға осы еттің бетіндегі майды аламыз сүзіп. Бешбармақтың тұздығын дайындаймыз. Мен алдын ала осылай пиязды турап алдым. Аскөк, яғни укроп қостым. Және де қысқа жабылған банкілерден осылай бір қасық қосып жердім. Түсі әдемі, қызарып әдемі болып шығады. Ал етіміз қайнап жатыр. Енді бетіндегі майларын осылай сүзіп аламыз тұздыққа. Тұздығымызды мінекей осылай дайындаймыз. Енді бір 15-20 минут қайнатып аламыз. Енді еттің қамырын дайындаймыз. Бізге қажетті ұн қажет. 2 зуала қамыр илеймін, яғни 200 грамм су қажет, 2 ас қасық сұйық май және де 1 жұмыртқа қажет. Алдымен ұнымыздың ортасын осылай қолымыздың көмегімен шұқырлау қылып аламыз. Ортасына жұмыртқамызды, сұйық майымызды, суымыздың үстіне бір ас қасық тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Суымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Кішкене қамырымыздың қану керек. Қамырымызды жаямыз. Кішкене осылай қолымызбен басып жібереміз. Қамырымыз қайнап жатыр.